ниет деген не нәрсе? Өте көп адамдар өзінің ойын ол менің ниетім деп ойлайды. Яғни сіз ойлауыңыз мүмкінсіз, мысалға мен мақсат қойдым, осы нәрсеге жетем деп шештім, бұл менің ниетім деген сияқты да, немесе басыңыздағы жақсы ойларды сіз ойлауыңыз мүмкінсіз, бұл менің ниетім, ниетімді өзгертіп жатырмын деген сияқты. Шындығында оның ешқайсысы сіздің ниетіңіз емес. Оның барлығы сіздің ойыңыз, яғни қалауыңыз. Ал ниет деген ол қалау емес, ниет деген ол таңдау, яғни жүрекпен таңдалған нәрсе. Ол тағы да сіздің басыңыздың ішіндегі мен мына нәрсеге жетем деп шештім, мен осыны таңдадым деген тағы да сіздің қалауыңыздан туған ой емес, ол жүрегіңізден тыныш қана шығарылған шешім. Сіздің ниетіңіз ол ешқандай ойға мұқтаж емес, ол сіздің ешқандай ақылыңызға мұқтаж емес, ол сіздің ешқандай философияңызға мұқтаж емес. Сіз ақылды адам болуыңыз мүмкінсіз, сіз бәрін түсінуіңіз мүмкінсіз, бірақ сонда да сіздің жүрегіңізден шыққан сенім ол өзгермеуі мүмкін. Яғни ниет деген ол сіздің ішіңіздегі жүрегіңізден шыққан заңдылық, ішкі тыныш қана сезім. Мысалға сіздің басыңызда бір өзіңіз қалайтын өмір бар да, өзіңіз қалаған, армандаған өмірге сіз ол өмір туралы не нәрсе ойламасаңыз да, қандай визуализация жасамасаңыз да, қай жағынан ойламасаңыз да ол өмір туралы, қандай тіпті әрекет жасамасаңыз да, ақыр аяғында неге сіздің қолыңыздан келмейді? Өйткені сіздің басыңыздағы шум емес, яғни ментальный шум, немесе сіздің хаотичный әрекеттеріңіз емес, сіздің дәл осы ішкі сеніміңіз ақыр аяғында орындалады. Мысалға сіз жаңағы бір нәрсені армандауыңыз мүмкінсіз, қалауыңыз мүмкінсіз да, немесе бір нәрсені әртүрлі деңгейде қалауыңыз мүмкінсіз. Мысалға біресе мынандай сумма ақша, біресе мынандай көлемдегі ақша деген сияқты. Сіз ол туралы не ойламасаңыз да, сіздің ішіңізде тыныш қана сенім болатын болса, мен бәрібір жете алмаймын ғой деген. Дәл сол сіздің сеніміңіз орындалады. Және осы сіздің сеніміңіз, ол сіздің бүкіл ішкі әлеміңізді құрайтын болғандықтан, сіздің бүкіл айналаңыз, сіздің бүкіл өміріңіз дәл осы жүрегіңіздегі сенімнің айналасында құрылады. Осы кезде сіз ойлап қалуыңыз мүмкінсіз, егерде сіздің ішіңізде менің қолымнан келмейді деген сенім болса, демек бұл шындық па деген сияқты. Ол өмірдің шындығы емес, ол сіздің ішкі әлеміңіздің шындығы. Сіз бір кездері сол нәрсеге жүрекпен сендіңіз, бір кезде сол нәрсені жүрекпен қабылдадыңыз, яғни сіздің бір кездегі қорқынышыңыз, бір кездегі ойыңыз, ол сіздің подсознаниеңізге, яғни түп санаңызға өтті, жүрегіңізге сенім болып қалыптасты. Сол себепті сіз ол қисық сенімнің үстіне не қоймасаңыз да, ол қорқыныштың үстіне не нәрсе қоймасаңыз да, пока сол сезіміңізді өзгертпей, яғни сеніміңізді өзгертпей, өміріңізде ешқашан өзгеріс болмайды. Өміріңізге келетін оқиға, келетін ақшаның көлемі, келетін бақыттың деңгейі, қаншалықты сіз сеніміңізді арттырасыз, соншалықты оның көлемі ұлғаяды. Ішкі объем, ішкі емкость деген сол нәрсе.